Химия өнеркәсібі бізді дәрі-дәрмек, электроника, киім, азық-түлік және басқа да көптеген тауар өндіруге қажетті материалдармен қамтамасыз етеді. Десе де, бұл сала климаттың өзгеруіне және басқа да экологиялық мәселелер тудыратын парниктік газ шығарындыларының негізгі көзі болып табылады. Химия өнеркәсібіндегі парниктік газ шығарындыларын азайту қиын, бірақ бұл біздің планетамызды сақтап қалу үшін өте маңызды. Химиялық компанияларға парниктік газ шығарындыларын азайтуға көмектесетін технологиялар да жетерлік. Көміртекті ұстау және сақтау өнеркәсіптік түтін газдарынан SO2 шығарындыларын жоюдың ең тиімді әдістерінің бірі. Сутекті көміртегі аз химиялық өнім өндірісінде шикізат және отын ретінде пайдалануға болады. Air Liquide өзінің Advance бағдарламасы арқылы 2035 жылға қарай аз көміртекті сутегі тізбегіне бүкіл әлем бойынша шамамен 8 миллиард еуро инвестициялауға уәде берді. Энергияны үнемдейтін технологияларға көшу және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану химия өнеркәсібінде жұмыс істейтін компанияларға шығарындыларын азайтуға көмектеседі. Химия өнеркәсібіне экотехнологияларды енгізу үшін ең әуелі ғылыми база мықты болуға тиіс. Оған қоса, әлемдік алпауыттар ойлап тауып жатқан жаңа технологияларды қолданып, заманауи жабдықтарға қаржы бөліп, жаңа ғылыми көзқарас қалыптастыру қажет. Демек, шикізат бағасы мен энергия тұтыну мөлшері артқан жағдайда да бәсекеге қабілетті өнім алу керек. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау үшін өндірістің барлық кезеңінде экотехнологияларды қолданған жөн. Қазір көп кәсіпорын көмірдің орнына генерация барысында өндірілетін қуат көздерін, энергия үнемдейтін технологияларды пайдаланып келеді. Өндіріс барысында химиялық бұйымдарды пайдалануды да қысқарту қажет. Dow компаниясы Луизиана штатындағы Плакемин қаласында орналасқан аралас крекерлердің бірінде пропилен өндіру үшін жалған сұйытылған каталитикалық дегидрлеу технологиясын қолданды. FCDH шығындарды шамамен 4/1 қысқарта алады. Энергияны тұтыну және парниктік газ шығарындыларын шамамен 5/1% азайтады. Арзан әрі тиімді модернизация нарықта артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін қосымша 100 000 метрикалық тонна пропиленді сенімді жеткізуге мүмкіндік береді. Химия өнеркәсібінің аз көміртекті экономикаға көшуі экологиялық қажеттілік қана емес, кәсіп жүргізу үшін де таптырмас мүмкіндік болып отыр. Бірге күш жұмылдырсақ, химия өнеркәсібінің ғұмырын ұзақ, ғаламшарымызды келешек ұрпақ үшін қауіпсіз ете аламыз.